белгілі себептерменен әртүрлі дода думаннан өзімді талай шет қылдым. Сыралаштың анасы анам шақырып жатқасын, сіздерге бұрып атпасын, барып қайтайын деп ниет қылдым. Құрметтеп аталарымды, ардақтап апаларымды, батамен шапалағыңды алып қайтайын деп ниет қылдым. Ұзын сөздің қысқасы, жүрсін ағам бастаған, дүбірлі мұндай додаға 7 жылдан соң кеп тұрмын. Кимешек киіп оранған, айтысқа қайта оралған, Қызылордам ақын сараны қызындай қолдар ей деп тұрмын. Өлеңін сара жалғасын, өнерін елге арнасын. Құрдасым кепті қасыма толтырып жырмен қамбасын. Айтыстым талай өзіңмен, білемін бала кезіңнен. Шапаныңа сүрініп, әркімге сөзбен ұрынып, көтер алмай жүруші ед қазандай ана дәу басын. Даусың жоқ деп сараға, аузың бар деп сарнама, өзіңде талай қылқынып бүлдірушен қоян басын. Бұлдырлап өлең айталмай, не домбыра тарталмай, бойы қысқа тіл ұзын әркімге ұрып сау басын. Сөйтіп жүріп құрдасың, екеу болып бір басың. Алтын домбыра айтысын 3 рет ұтып алыпсың. Қалдырып анық таң басын. Сендей ұлды тудырған, белін бекем будырған, ұл таптым деп анашың адал жеген ғой қалжасын. Содан бері бұл бала қызметке кепті су жаңа, бастық болып алыпты қатардан енді қалмасын. Нартай Бекежановтың театрының бастығы жаңа сахнада сарнасын. Деп отқанымда көсілтіп, микрофонымды өшіртіп, шенеуніктік мандатын пайдаланып қалмасын. Театрда бастық шығарсың, айтыста маған сыңарсың, сөз қамшысына шыдайма креслоға тиген жамбасың. Түйреп тілмен кетейін, директордың жап-жасын, шытынап тұрған бастықтың шешейін бүгін ей шаруасын.